Ардақты пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі сәлем болсын, өз хадисінде нағыз мықты адам қарсыласын күресте жеңген адам емес, ашуы келгенде өз-өзін ұстай алған адам, өз-өзін жеңген адам дейді. Міне біздің ердің ерлігі ашуын жеңе білгенде деп Төле би бабамыз айтпақшы. Жалпы адамның өз-өзін ашуы келген уақытта ұстай алуы, соған өз-өзіне бақылай жасай алуы, жаман істерге ұрынып қалмауы нағыз батырлыққа, нағыз мықтылыққа теңеген. Ашуын жеңген жан адамдықты тапқан жан дейді Шәкәрім бабамыз. Қандай сөздер. Міне сондықтан жалпы ашудың бізге қаш дұшпан екендігін аталарымыз ашу ара ақыл дос, ақылыңа ақыл қос деп жалпы ашуды ұстап, жаман істерге, өз-өзін күнәлі істерге, заңсыз істерге бой алдырып алмауы керек екен.